Қайырлы күн. Яғни қысқа дайындығымызды бастаймыз. Икра салатының рецептімен бөлісетін боламын. Ең бірінші үлкен ыдысқа жарты литр сұйық майды құйып қыздырып аласыздар. Және жуаны жіңішке етіп турап қуырып аласыздар. Жақсылап қуырылу керек. Сәбізді мясировкадан өткізіп дайындап қоямыз. Жуа барынша қуырылу керек және толығымен. Жуа толығымен қуырылды. Енді мясировкадан өткізіп дайындап қойған сәбізді салып жіберіп, тағы да қуырамыз. Жасалу жолы өте оңай және құрамындағы заттар қарапайым, өте тәтті, дәмді икра салаты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пияз бен сәбіз толығымен қуырылды. Осы тұста соломка етіп туралған перецті салып жібереміз. Және үшеуін жақсылап араластырамыз. Осы тұста помидорымызды мясировкадан өткізіп дайындап қоямыз. Алдын ала. Массамыз толық қуырылды. Енді помидорды салып қайнатамыз және үнемі араластырып отырамыз.
Және осы тұста 5 ас қасық тұзымызды саламыз. Мөлшері 150 граммдай. Массамызды үнемі араластырып отыру керекпіз, себебі түбі күйіп кетпеу үшін. Енді сельдерей саламыз, чеснок саламыз және укропты салып, жақсылап араластырып қайната береміз. Осы тұста 40-50 штук қара түйір бұрыш пенен 4 лавр жапырағын салып, жақсылап араластырып, ары қарай қайната береміз. Майы бетіне толық бөлініп шыққанша қайнатамыз. Массамыз пока қайнай берем дегенше, біз жуылып, таза тұрған банкілерді спиртпен шайып аламыз. Спиртпен шайып, дайын тұрған банкілерге салатты салып, жауып тастай береміз. Яғни, банкі атылмайды, салатымыз ашымайды. Осы тұста салатымыз әдемі болып қайнап жатыр. Байқасаңыздар, ыдыстың айналасына сұйық май бөлініп шығып жатыр. Яғни бұл деген біздің салатымыз дайын болып қалды. Салатымыз дайын. Енді бетіне қантты салып, араластырып алып, астын өшіреміз. Ал енді осы бойда дайын тұрған банкілерімізге салаттарды салып, аузын жауып тастаймыз. Бұл салаттар қысқа сақталады. Қыста жегенде өте дәмді, құрамы тамақ сияқты тәтті салат. Яғни нанмен қосып жеп алсаңыздар, кәдімгі тамақ. Ал қысқа салаттарымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Толығымен
2 сағаттай уақыт алады.